Қаныңыз қою болса, тромб күтпейді. Ол келеді тек үнсіз. Инсульт, инфаркт, аяқтың үйіп қалуы, көздің көруінің бұзылуы, бастағы себеп қоймалжың қан екенін біреу айтты ма сізге? Қан қою болса, миға оттегі бармайды, жүрекке ауыртпалық түседі, аяққа суық түседі. Бірақ сіз ас үйдегі қарапайым 4 тағаммен қанның сұйықтығын табиғи жолмен жақсарта аласыз. Біріншісі, сарымсақ табиғи тромб бұзғыш болып келеді. Бұл жай ғана дәм емес, бұл құтқарушы нағыз құрал. Құрамындағы аллицин тромбоциттердің жабысып тромб түзуін тежейді, әрі сіздің қаныңызды қуаттандырады. Жалпы медициналық зерттеулерге сүйеніп айтатын болсақ, құрамында тәуліктік антикоагулянттық қасиеті бар екен. Бұны қалай қолданасыздар? Күнделікті шикі сарымсақтан бір немесе 2 түйір қолданасыздар. Немесе егер сіздердің асқазандарыңызда жалпы өте сезімталдық болатын болса, термикалық обработкаға салып отырып жейтін боласыздар. Екінші өнім зәйтүн майы. Бұның экстра виржин түрін қолданасыздар. Зәйтүн майдың негізгі қасиеті ағзада қабынуды азайтып, қанды сұйылтатын құрамында омега 9-дың көзі. Әсіресе қыс көктемде қанның қою кезінде өте пайдалы болып келеді. Қолданылуы таңертең аш қарынға бір ас қасық, яғни желатиннің негізі шай қасықпен қолданғандарыңыз дұрыс. Тамырыңызы серпімді, тромбтың түзілуіне өте жақсы қарсы тұратын негізгі майлардың бірі. Бірақ ескерту достар, міндетті түрде сіздер өздеріңіз дәрігерлеріңізбен кеңесу керексіздер, егер сіздерде өт жақтарыңызда мәселе болатын болса. Үшінші, көк жидек пен қара жидектер. Құрамында антоциан мен флавоноидтар бар. Қанның тамырларын кеңейте отырып, оның серпімділігін арттырады, қанның қоюлануын тежеп отырады. Бұны сіздер бір уыс жидекті жеу арқылы, оны дәрі емес, бірақ денсаулығыңызды жақсартуға өте мықты көмектесетін негізгі жидектердің бірі. Күнделікті міндетті рациондарыңызда бұл көк жидектер, қара жидектер болу керек. Оттегі миға, жалпы оттегіні миға өте жақсы жеткізеді, есте сақтауды жақсартады, аяқ қолдарыңызды өте жеңіл күйге жеткізетін болады. Төртіншісі, бұл зімбір, яғни имбир. Құрамында джинерол бар, қан ағымын күшейте отырып, жалпы қанның құрамында клеткалардың жабысқақтығын азайтады. Сіздер оны қолдана аласыздар. Жалпы шай ретінде немесе смузиға аздап имбирді қосу арқылы. Жалпы бұл шайды қолдану арқылы және де смузи сіздер ішу арқылы қандарыңызды жылытасыздар.